Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, арнамның қонақтары, арнаға қош келдіңіздер. Менің бүгінгі бейнем осындай әдемі кесе самса деп айтады ғой, жасап көрейін деп жатырмын. Егер қызықтырса, менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Ол үшін мен қажетті заттарымның бәрін әзірлеп қойдым. Менде жылқының еті, мен оны өте уақыт турадым, өйткені менің жылқым кішкене үлкендеу жылқы. Сондай-ақ картоп алып, осындай өте үлкен емес уақыттап турадым. Бір үлкен пияз, 2 болгар бұрышын алдым және сәбіз алдым. Енді етімізді қуырып алайын деп жатырмын. Өткен бейнелерімде мен 2 түрлі самса қамырын жасап, оны қатырып тастаған болатынмын. Сол қатып тұрған дайын қамырымнан бүгін осындай самса жасап көрейін деп жатырмын. Мен қамырымды шығарып қойдым. Және менде туралмаған тек қана сәбіз еді ғой, сәбізді мен осындай құрылғының көмегімен бір ерекше турап көрейін деп жатырмын. Ол үшін мен әдейі жіңішке сәбіз және бір кішкене жуандау сәбіз алдым. Қайсынан жақсы шығады екен деп ойлап жатырмын. Сәбіздің сыртқы қабатын осындай қылып ирек қылып турап алдым. Енді оны турап көріп жатырмын. Менің ойымша осындай бір гүлдер пайда болу керек деп есептеп осындай сәбіз алған болатынмын. Қазір көреміз. Міне осындай болып шықты менде, және осындай сыртқы ұзын қабаттарында мен осындай ірі тура жіберем. Бұл да әдемі болып жүреді. Енді жуандау сәбізден қалай шығады екенін көрейін деп жатырмын. Бұл жуандау сәбізден негізінде жіңішке сәбізге қарағанда әдемі шығатын сияқты. Жаңа қуырдақтың ішінде, біздің кесе самсамыздың ішінде әдемі болып, сәбіздің түсі де әдемі ғой. Сол әдемі болып түссін деген өзімнің бір фантазиям, соны қосып жатырмын. Міне осындай менде сәбіздер шықты. Міне менің жаңағы әзір қамырым әлі жібей қоймаған екен. Мен оның тек қана жарты бөлігін ғана алып, оны алдыға бөліп алып жатырмын. Әрбір менің бөлігімді 60 граммнан алдым. Әлі қатаңдау. Менің қуырдағым піскенше бұларда енді әйтеуір жібейді деп есептеп тұрмын. Міне осындай домалақтап алдым. Бөлме температурасында жақсы жібіді, онша көп уақыт алған жоқ. Осыны әрбір бөлікті мен осындай қылып нанымды ысып алдым. Енді осындай шай кесеге төңкердім. Мен 6 кесе алып, осы 6 кесеге осындай қылып жасайын деп жатырмын. Бірақ менің бір қателігім сіздер жасамасын деп. Мен жан-жағын қатты басып кесеге жапсырып тастаған едім. Менің соным дұрыс болмады деп ойлаймын. Өйткені мен кесеме кішкене нандарым жабысып қалған екен. Оны қазір видео барысында жаңағы көретін боласыздар. Ондай кесеге өте жапсырудың қажеті жоқ екен. Міне сөйтіп мен 6 кесеге де осындай етіп жасап алдым. Міне мен жан-жағын өте көп басып тастадым. Сол менің піскендегі жаңағы кеседен кішкене алу кішкене қиындау болды. Бірақ әдемі болып алынды. Мен өте кесені басып тастаған екен, кесеге жапсырып тастаған екен нандарымды. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қостым да осындай қылып жағып алып жатырмын. Және бір әдемі ерекше болып жүрсін деп кунжутты да сеуіп жіберіп жатырмын. Және қызарғанша 180 градусқа мен духовкамда қыздырып қойдым.
Енді сол духовкамен қызарғанша салып алам. Енді уақытты сол белгілемеймін, менің бір жаман қасиетім. Сол өзім қызарған уақытта ала беремін. Енді осы духовкаға жібереміз. Міне менің жаңағы қуырдағымда осылай болып қуырылып қалды. Ойдай уақыт өтті. Енді мен оған жаңасына көкөністерімді салатын болам. Енді менің етім тұзды болғандықтан, мен енді тұздалған ет қой. Оған мен тұз салмадым. Міне сәбізімді де осындай қылып салып жіберіп жатырмын. Енді үстіне біраз қандай су құям, дәмдеуіштерін салам. Енді сол бұқтырам. Құрметті менің оқырмандарым, арнамның қонақтары, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, менің бір үлкен өтінішім, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып, үлпіл қалдырып кетсеңіз, осындай қазақ тілді арналардың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосар едіңіз дегім келеді. Міне менің қуырдағымда, самсамда әзір болып қалды. Енді мен оны әрлеу үшін көк шөптерімді әзірлеп қояйын деп жатырмын. Менде осындай гүлді петрушка және укроп бар. Мен көк шөптерімді осындай бір ылғалды жерде, осындай контейнерда сақтаймын. Ұзаққа созылады. Жақсылап жуып алғаннан кейін осы контейнердің астына мен бір кішкене сүлгіні сулап салдым. Және үстін сулап қоям салфеткаларды. Және тоңазытқышта осылай ұзақ сақталады. Міне менің кесе самсаларымда пісті. Әлі ыссы екен, мен қолым күйіп қалып жатыр. Енді кішкене суығанша күтем. Бұлай оңай алынғанмен шет жағы кішкене менің кеселерімнің жабысып қалыпты. Және жоғарыда айтып өтім, кесеге қамырды мықты қатты жапсырудың қажеті жоқ екен. Мен кішкене кеседен алғанда маған қиындау болды, өйткені мен басып кесеге жапсырып тастаған екенмін. Сіздер ондай қателік жасамаңыздар дегім келеді. Міне мен осындай 2 тәрелкеге, 2 кесеге осындай қылып салдым. Және жаңағы көк шөптермен осындай әсемдеп жатырмын. Бұл менің бірінші рет пісіруім. Сондықтан да өзімнің жасаған қателіктерімді сіздермен бөлісіп жатырмын. Бұл әрі тамақ, әрі жаңағы самсаның қамырмен шай ішуге болады екен. Осындай өте дәмді, керемет тамақ. Міне көріп тұрсаңыздар, менің ішіндегі сәбіздерім қандай әдемі болып жүрген көріп отырсыздар. Жасап көруге кеңес берем әрине. Осымен мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Арнаны қолдап кетуді ұмытпаңыздар дегім келеді. Енді мен қалған 4 самсамды осындай қылыпта әсемдеп көрдім. Осылай берсем қалай болады екен деген нұсқаны жасап көрдім. Қайсысы әдемі шықты, пікірге қалдыра кетіңіздер. Қамырымның келесі бөлігінен жаңа басқаша самса жасайтын боламын. Қош, сау болыңыздар, қымбатты менің оқырмандарым.